Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте тойымды гамбургер жасап көрсетемін. Ең алдымен қамырына 1 стақан су қажет болады, 2 стақан сүт, 1 шай қасықпен дрожж және тұз салып, жұмсақ қамыр илейміз. Котлетке 2 пиязды ұсақтап тураймыз. Бір килограмм фаршқа туралған пиязымызды саламыз, керегінше тұз бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Фарштан котлеттер жасаймыз. «180 минутта 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Ашқан қамырды алып, бірнеше бөліктерге бөліп, булочка жасаймыз. Булочкалардың бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт себеміз. «180 градуста 30-40 минутта пісіреміз. Гамбургерлерді жинаймыз. Бізге қияр, қызанақ, кетчуп, майонез, сыр қажет болады. Булочканы ортасынан кесіп кетчуп жағамыз, қиярымызды саламыз. Котлетімізді қойып майонез жағамыз, қызанағымызды саламыз, сосын сырды салып, микроволновкада ерітіп аламыз. Өте тойымды гамбургерлеріміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.